бүгінгі бізде бұл жерде өткен үлкен жиналыс, ол әлеуметтік сала, жұмыспен қамту және әлеуметтік сала қызметкерлерінің былтырғы 2025 жылы атқарған жұмыстарының қорытындысын жасау және осы ағымдағы жылға өзімізге жаңа мақсаттар қою болды. Жалпы бізде енді ең бірінші көрсеткішіміз, осы жұмыспен қамту саласындағы ең басты көрсеткішіміз, ол халықтың әл-ауқатын жақсарту, ол халықты жұмыспен қамту. Енді бұл халықпен жұмыспен қамту мәселелері өңірлік жұмыс беру картасымен бекітіледі жыл сайын. Былтырғы 2025 жылға біз 28 мыңнан астам жаңа жұмыс орынды құрып, азаматтарды жұмыссыз жүрген азаматтарды жұмысқа орналастыру жоспарымыз 101%-ға орындалды. Енді осы 2026 жылға біз 17 мыңнан астам жаңа жұмыс орнын ашып, жұмыссыз жүрген азаматтарды жұмысқа орналастырамыз деп жоспарлап отырмыз.